Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздерменен қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгін біздің сіздерменен өтетін жаңа тақырыбымыз денсаулыққа пайдалы тағамдар деп аталады. Бүгінгі сабақта қол жеткізетін оқу мақсаты. Идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшеліктерін салыстыра талдау. Сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолдану. Бағалау критерийі. Идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшеліктерін салыстыра талдайды. Сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолданады. Тақырып аясында сыни пікір білдіреді, өз жауабын өзгелерменен салыстыра талдайды. Жақсы балалар, енді оқылымға назар аударайық. Мәтінді оқып, ағзаға пайдалы тағамдардың тізбесін жасаңыздар. Бұл тізбеге ағзаға пайдалы қазақ халқының қандай ұлттық тағамдарын қосар едіңіздер? Пікірлеріңізді дәлелдеңіздер. Балалар, енді мәтінді мұқият тыңдаймыз. Американың танымал диетологы невропатолог Джонни Боуден денсаулыққа ең пайдалы 12 тағам түрін анықтады. Олардың қатарына құрамында нәрлі заттары, фитохимиялық қосындылары, дәрумендері, минералдары, антиоксиданттары менен пайдалы майлары бар өнімдер еніп отыр. Боуденнің айтуынша, ол адамды 100 жасқа жеткізетін тағамдардың тізімін жасаған. Сонымен, денсаулықты кеселден қорғайтын өнімдер мыналар: жидектер, ат бұршақ, жаңғақ, қаймағы айырылмаған сиыр сүті, майлы балық, мал еті, жұмыртқа, орамжапырақ, алма, сарымсақ пен пияз, анар және көк шай. Ғалымның айтуынша, жеміс-жидек құрамында қант аз, бірақ жасуша көп болады. Сол себепті жидектер ең пайдалы өнім саналады. Ал ат бұршақ тоқ ішек қатерлі ісігі менен сусамырдан қорғап, дене салмағын реттей алады. Линолен қышқылына бай сиыр сүті, сондай-ақ орамжапырақ, сарымсақ пен пиязда, анар менен көк шайда обыр ауруынан сақтайды. Майлы балық қан айналымы менен ми жұмысын реттейді. Мал еті В12 дәрумені мен ақуызға бай. Алма тіс, өкпе, қан қысымы ауруларына ем. Балалар, бұл мәтін Алаш айнасы сайтынан алынған екен. Мұнда ең пайдалы 12 тағамның түрі берілсе, енді ең зиян тағамдар қандай? Соған байланысты сіздерменен қазір мынандай бейне материалды тамашалайық. Токсиндер, шлактар, канцерогендер, барлығы зиян заттар ағзаға сыртқы ортадан түседі. Яғни, тағамдардан жылдап жиналған бұл зиян заттар ағзаға кері әсерін тигізеді. Сондықтан ыдысыңыздағы тағамдарды бақылау қажет. Ал біз бүгін ең зиянды 7 азық-түлікпен таныстырамыз. Бастамас бұрын каналымызға жазылып лайк басамыз. Жаңа видеомызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Өзі қуырылған жүгері дәнегінің еш зияны жоқ. Бірақ попкорн дайындау кезінде жағдай мүлдем өзгереді. Себебі ол кезде қош иістендіргіш, дәм күшейткіштер, май, тұз және қант қосады. Нәтижесінде оны жеу арқылы көп мөлшерде калория жинаймыз. Ал тұзды попкорнның құрамында натрий хлоридінің мөлшері өте көп. Бұл бүйректің және жүрек қан тамырлары жүйесіне өте зиян. Тәтті газдалған сусындардың құрамында ешқандай пайдалы заттар жоқ. Сонымен қатар, шөлдегенде де баспайды. Мысалға, Кока-коланы алсақ, көп мөлшердегі қанттан басқа құрамында бояғыштар, кофеин, ортофосфор қышқылы және көмір қышқыл газы бар. Мұның барлығы ағзамызды іштен өлтіреді. Яғни, кальцийді шайып шығарады, шырышты қабатты ыдыратады және майдың жиналуына себеп болады. Сонымен қатар, газировканың құрамында қант ауыстырушы аспартам бар. Бұл ыдыраған кезде токсинге айналады.
Бұл соустар пайдалы тағамның өзін уға айналдырады. Кетчуптың құрамында эмульгаторлар, химиялық бояғыштар және көп мөлшерде зиянды қоспалар. Сонымен қатар 5/1 бөлігі қанттан тұрады. Майонез трансмайлардың тасушысы болып саналады, яғни майлы қышқылдардың изомері. Бұлар біздің ағзамызды алдап омега-3 және омега-6 майлы қышқылдардың орнын басады. Ал бұл өз кезегінде ісік ауруына, атеросклероз, қант диабетінің дамуына себеп болады. Қысқасы, иммунитетімізді әлсіретеді. Шоколадтар. Оның құрамында өте көп мөлшерде оңай сіңетін қант бар. Бұл ешқандай пайда келмейді және өте зиян. Сонымен қатар олардың құрамында эмульгаторлар, қант ауыстырғыштар, қоюландырғыштар бар. Бұл тәтті тағамның құрамында кондитерлік майлар бар. Қан тамырларының қабырғасына бұл майлардың жиналуы нәтижесінде олар сынғыш болып келеді және барлық жүрек қан тамырлар жүйесі зардап шегеді. Трансмайлар қорытылмайды. Олар біздің ағзамызда жиналады. Біздің ағзамыз осы керек емес заттармен күресіп, күшін жояды. Нәтижесінде иммунитет әлсірейді. Өзімізді әлсіз сезінеміз. Қант пен май кез келген зат алмасуды бұзады. Солай барлық маңызды мүшелер әлсіреп бастайды. Бұл кішкене әдемі қалташадағы лапшаны дайындаушылар керемет тамақтануға шақырады. Яғни сиыр еті, тауық, саңырауқұлақпен, дайын спагеттимен және соусымен бір қарағанда тәбетті ашып тұрады. Шындығында ыңғайлы тамақ қайнаған суды құйып жіберсеңіз 5-6 минуттан кейін дайын болады. Бірақ ақиқатында бұл тағамның ешбір пайдасы жоқ. Оның сыртқы қорабындағы құрамын оқысақ жеткілікті. Консерванттар, тұрақтандырғыштар және қоюлатқыштар, тағам бояғыштары, дәм күшейткіштер толып тұр. Бұл химиялық қоспалар ағзаңызға едәуір зиян тигізеді. Фастфуд құрамында майлар мен консерванттар көп болғандықтан дәрумендер мүлдем жоқ. Ал ол несімен қауіпті десек, фастфуд тағамдарын дайындау барысында маргарин көп мөлшерде қолданылады. Маргариннің құрамында жасанды өнім, яғни трансмайлар көп. Кейбіреулер фастфудтың денсаулыққа зиянын екенін біле тұра, одан бас тартпайды. Ғалымдардың пайымдауынша, бұл жағдай адамды психологиялық және химиялық тәуелділікке әкеліп соқтырады. Өйткені аталған өнімдерді жасаушылар оның дәмін күшейтетін арнайы қоспаларды қосады да, сол арқылы тұтынушыларды өзіне тартады екен. Тез тамақтанудың кесірінен ас қорыту жолдары қиындайды. Фастфудқа үйір жандардың асқазан, жүрек аурулары, қан қысымы, қант диабеті аурулары күн өткен сайын үдей түсуде. Әлі қатаймаған балалардың организмі фастфуд өнімдерінің зиянды элементтерін тез қабылдап алады. Балаларда қант диабеті, эндокриндік жүйе және иммунды жүйенің бұзылуларына, жүрек қан тамырларының аурулары және басқа да көптеген аурулар туындауы мүмкін. Фастфуд өнімдерінен целлюлит, безеулер, тері кеуіп және шаштар әлсіздене береді. Ал күнделікті қолданатын болсаңыз, гипертония, иммунитеттің төмендеуіне, ішкі ағзадағы түрлі ауруларды шақырады. Фастфуд өнімдерінің құрамында холестериннің көп болуынан тамырларда таяқшалар пайда болады. Чипсилар және кепкен нандардың дәмі тіл үйіреді. Бірақ олардың құрамында шын мәнінде қызыл балық, пияз, қаймақ немесе ірімшік бар екен деп сеніп қалмаңдар. Оның бәрі жасанды химиялық қоспалар ғана. Жасанды дәмдеуіштер аллергия, өкпе және асқазан ішек жолдарының түрлі ауруларының пайда болуына себеп болуы мүмкін. Көптеген снектердің құрамында дәмді күшейтетін химиялық натрий глутаматы қосылады. Ол кез келген тағамға қажетті дәм бере алады. Ол ми мен ас қорыту жүйесі арасындағы ақпарат алмасу жұмысын бұзады. Ағзаға кері әсерін тигізеді. Ал натрий глутаматы осы тағамға тәуелділікті арттырып, снектерді қош иістендіреді. Міне, соның әсерінен оны қайта-қайта жегің келе беретін күйге ұшыратады. Жақсы балалар, бейнематериалды тамашаладық. Енді осы бейнематериалдан көргенімізді және де мәтіннен алған ақпараттарымызды пайдалана отырып, пайдалы тағамдар және де зиянды тағамдардың тізімін жасаймыз. Осы тізімге қандай
ұлттық тағамдарды қосар едіңіздер. Жақсы балалар, енді өткен сабақтарға шолу жасап өтейік. Бұл жерде кідіріс, логикалық екпін және интонация берілген, олардың атқаратын қызметіменен сәйкестендіреміз. Өзіңді тексер айдары бойынша қаншалықты дұрыс тапқанымызды тексерейік. Кідіріс, негізгі ойды тыңдаушыға айқын жеткізу. Логикалық екпін, тыңдаушының назарын сөзге аударта түседі. Интонация әртүрлі эмоцияларды ажыратып көрсетеді. Жақсы, енді жазылым тапсырмасы. Берілген деңгейлік тапсырмалардың біреуін орындаңыз. Бірінші деңгей, мәтіндегі соңғы абзацтағы кідірісті табыңыз. Екінші деңгей, мәтіндегі логикалық екпін түскен сөздерді орнын ауыстырып, сөйлем құраңыз. Үшінші деңгей, мәтін негізінде сұхбат құрап, интонациялық ерекшелігін түсіндіріңіз. Дескриптор деңгейлік тапсырмаларды орындайды, интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолданады. Жақсы балалар, енді келесі жазылым тапсырмасына көшейік. Оқулығымыздағы үшінші тапсырма, кестені пайдаланып, дәрумендер денсаулығымыздың дәнекері деген тақырыпта мәтін құрастырыңыздар. Дескриптор мәтін құрылымын сақтап, мәтін жазады, ақпараттарды мәтін жазуда қолданады. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында 3Б әдісі арқылы кері байланыс жасайық. Бұғанға дейін білдім, бүгінгі сабақтан білдім, болашақта білгім келеді. Осы сөйлемдерді аяқтап ойымызды қорытып дәлелді жеткіземіз. Үйге тапсырма, мақал мәтелдерді қатыстыра отырып, ас адамның арқауы тақырыбында таныстырылым жасаңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Осымен бүгінгі біздің қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.